Сабақ нәтиже сабақ мен не үйрендім? Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Бірінші тапсырма мәтінді мұқият тыңда. Хиуаз Доспанова Ұлы Отан соғысына қатысқан, ол қазақтың тұңғыш ұшқыш қызы. Хиуаз әуеге 300 рет ұшып шығып, Кубан, Қырым, Украина, Белоруссия, Германия жерлерінде жау бекіністерін бомбалаған. Хиуаз Доспанованың ерлігі дәріптеліп, ол туралы бірнеше кітап жазылды. Жауынгерлік еңбегі үшін халық қаһарманы атағы берілді. Хиуаз Доспанова туралы білгеніңді айт. Хиуаз Доспанова әуеге 300 рет ұшып шығады. Ол Кубан, Қырым, Украина, сол сияқты жерлерді жау бекіністерінен бомбалаған, және де оның ерлігі дәріптеліп, ол туралы көптеген кітап шығармалар жазылған. Ол халық қаһарманы атағын алған қазақтың алғашқы қыздарының бірі болған. Х, Х, Х әріптері бар сөздерді тауып, осы сөздерге дыбыстық талдау жаса. Бұл жердегі Х, Х әріптері бар сөздер Хиуаз және қаһарман, халық. Осы сөздер халық деген сөзімізге дыбыстық талдау жасайтын болсақ, бұл сөзде 5 әріп, 5 дыбыс бар және 2 буын бар, 2 тасымал бар. Екінші тапсырма, кітапханашы хабарландыру жазды. Сиқыршы мәтіндегі сөздерді орнын ауыстырып жіберді. Хабарландыруды сөздерді тиісті орнына қою арқылы жаз. Тыныс белгілерін қой. Оқушылар назарына. Сен білесің бе? Тұңғыш қазақ ұшқыш қазақ қызы кім? Ол туралы білгің келе ме? Онда кітапханаға кел. Үшінші тапсырма, тірек сөздер арқылы құрастырылатын мәтіннің не туралы екенін болжа. Цирк 2 түрге бөлінеді, көшпелі және тұрақты болып. Циркте акробаттар, шабандоздар, сайқымазақтар өнер көрсетеді. Жұбыңмен тілші мен көрермен ретінде сұхбатқа түс. Осымен бүгінгі тапсырма сабақ аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып кетіңдер, және де каналға тіркеліп, видеоға лайк басуларыңды өтінемін.